Өмірін өрген өлеңмен. Ақын Қасым Аманжоловтың туғанына 110 жыл. Қасым Аманжолов 1911 жылы 10 қазанда қазіргі Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай қыстауында дүниеге келген. Әке-шешеден жастай жетім қалған ол біраз жыл ағасының қолында өседі. Алғашында жаңадан ашылған ауыл мектебінде оқып сауатын ашады. Кейін 1924 жылы ағасы Қасымды Семей қаласындағы интернатқа орналастырады. Қасым онда 1927 жылға дейін тәрбиеленеді. Одан әрі қарай 3 жыл Семей мал дәрігерлік техникумында оқиды. Алғашқы өлеңдерін де осы кезде жазады. 1930 жылы Алматыға келіп, біраз уақыт Лениншіл жас газетінде істейді. 1931 жылы Ленинградтағы орман шаруашылығы институтына түсіп оқиды. Бірақ денсаулығына байланысты және түскен оқуында онша ұната қоймағандықтан бірер жылдан кейін елге оралып, Орал қаласында екпінді құрылыс газетіне қызметке орналастырады. 1947 жылдан бастап Қасым сырқаттанып, ара-тұра жатып қалып жүрді. Бірақ қандай ауыр халде жатса да, өлең жазуын тоқтатқан жоқ. Сырқаты дендеген кездерде Қасым өлеңдерінде өзінің ақындық өмірі туралы жазатын. Бұған дәлел оның «Өзім туралы» атты өлеңі. Өзім туралы. Өзге емес, өзім айтам өз жайымда, жүрегім жалын атқан сөз дайында, тереңде тұнып жатқан дауыл күйді тербетіп, тулатып бір қозғайында. Аманжол рақым жанның Қасымымын, мен қалған бір атаның ғасырымын, біреуге жұртта қалған жасығымын, біреуге аспандағы асылымын. Шарлаған жолым жатыр жер бетінде, көрінер көлеңкесі келбетімде, қай жерде үзіледі қайран сапар, түйін боп өмірімнің бір шетінде. Сол жерге қалармын ба мәңгі тоқтап, жоғалып, жер бетінен сүрлеу соқпақ, немесе бастармын ба екінші өмір, жалынды жыр жолында қызыл жоққап, деп жырлайды ақын. Қасым Аманжолов 1954 жылы сырқаттанып, 1955 жылы 18 қаңтарда мәңгілікке көз жұмады.